Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен үй гүлдерін көрсеткім келіп отыр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мінекей менде көп емес гүлдерім. Осындай гүлдерім әдемі болып жайқалып өсіп жатыр. Біраз гүлдерімді видеоға түсірген жоқпын. Тағы да басқа гүлдерім бар. Бүгін мен каланхоя гүлі туралы айтқым келіп тұр. Менің бұның алдындағы видеомда осы гүл жайлы айтқан болатынмын. Мінекей сол гүлім каланхояны гүлдеп болғаннан кейін қырыққан болатынмын. Мінекей осындай әдемі болып жайқалып шықты каланхоя гүлім. Мінекей жан жағынан міне осындай биік болып өсіп шықты. Және жан жағынан әдемі мінекей букет сияқты керемет болып шықты. Қараңыздар, қандай әдемі букет сияқты болып өскен. Сіздерде осындай каланхоя гүлі болса, гүлдеп болғаннан кейін қырқып отыруды ұмытпаңыздар. Қырыққаннан қорықпаңыздар. Мінекей осы гүлімді қырыққан кезде үлкен жапырақтары түсіп қалған болатын. Алдындағы видеомды көрсеңіздер болады. Мен сол 10 жапырағын осы қауашаққа құмға отырғызған болатынмын. Содан 2 жапырағы өліп қалған етін, содан 8 жапырақ қалды. Көріп отырсыздар, 8 жапырақ, айналасында 7, ортасындағы біреусімен 8 жапырақ отырғызған болатынмын. Міне осы мінекей 8-ші жапырақты көріп тұрсыздар. Соның жәнінен мінекей осындай өскін шықты. Мінекей биік болып өсіп шықты. Мен осы жапырақтарында топыраққа тығып көрейін дегенмін. Өскін өсіріп шыға ма, шықпайды ма? Мінекей көріп отырсыздар. Және сол жапырақтың түбінен тағы да міне кішкене өскін шығып келе жатыр. Мінекей көріп тұрсыздар жапырақты, 8-ші жапырақты. Айналасында 7 жапырақ тұр. Мына ортасындағы жапырақтан міне 2 өскін шықты. Мінекей жапырақтан да өсіруге болады каланхоя гүлін. Мінекей мынау керемет болып, және жан жағынан да өсіп шығып жатыр. Мынау биік болып өскен өскіннің. Мінекей тек қана ортасындағы жапырақтан ғана өскін шықты. Мінекей көріп отырсыздар. Мынау екінші кішкене ғана өсіп келе жатыр. Енді айналасындағы қалған жапырақтары сол қалпында, ешқандай өзгеріс жоқ. Енді доллар гүлдің де жапырақтарын, сабақтарын осындай құмға отырғызған болатынмын. Оны көргенсіздер, қалай түйін салып тамырланғанын көрген болатынсыздар. Мінекей енді соның нәтижесін көрсетейін деп отырмын. Менде сол қалпында ешқандай өзгеріс жоқ. Мінекей тамырлары көрініп тұр. Картошкасы да бетіп
байқап тұрсаңыздар, картошкасының бар екенінде көрініп тұр. Мен бұларға ешқандай дәрумен берген жоқпын, байқап көрейін дедім. Дәрумен бермей, тек қана сумен суғарып отырдым. Міне, тамырлары бар, тамырлары көрініп тұр. Картошкасының тамырын қалай құмға отырғызған кезде қалай өскен өздеріңіз көрдіңіздер. Бұның алдындағы видеода бар, қарап көрсеңіздер болады. Одан кейін мен құмға перлит араласқан топырақты араластырып, құм екеуін араластырып, осы басқа стакандарға отырғызған болатынмын. Мінекей, сол қалпында ешқандай өскін өсіп шығарған жоқ. Мінекей, тамырлары бәрі сыртынан көрініп тұр. Мінекей, сіздерге барлығын көрсетіп шығайын дедім. Енді менде мінекей мына кішкене сарғайған жапырағы, бірақ тамырлары бар. Не себептен сарғайғанын түсінбедім. Мынау жап-жасыл болып тұр. Мына екі жапырақты бір стаканға отырғызған болатым. Бұлар қатты сарғайып кетіпті. Бірақ мінекей қатты, картошкасы бар сияқты, тамыры көрініп тұр. Ешқандай өскін жоқ. Бірақ жапырақ сарғайып кеткен. Неден екенін білмедім. Егердем сіздер білетін болсаңыздар, астына комментарийға жазсаңыздар болады. Енді осы сарғайған жапырақты мен ашып көргім келіп тұр, тамырын. Не себептен сарғайып жатқанын білгім келіп тұр. Сол себептен қазір тамырын көреміз. Мінекей, ақырындап көремін. Ешқандай зақым келтірмей. Екі картошкасы бар, осы жапырақты отырғызған болатымын. Менің видеомды көрген болсаңыздар білесіздер. Көрмеген кісілер видеомды қайталап көрсеңіздер болады. Мінекей, картошкасы сол қалпында. Тамырлары да сол қалпында, ешқандай шірігі жоқ. Бірақ өскін көрінбейді. Мінекей, шірімеген. Менің бұдан түсінгенім, топырағын ауыстыру керек сияқты, және дәрумен беру керек деп ойлап отырмын. Мінекей, екіншісінің де картошкасы сау, тамырлары жақсы, шірімеген. Бұларға дәрумен жетпейді. Менің түсінгенім, бұларға дәрумен жетпей тұр. Сол себепті өскін шығармай тұр. Маған енді топырағын ауыстыру керек, сонан кейін дәрумендер беру керек. Егердем сіздердің осындай замиокулькас доллар гүлдеріңіздің жапырақтары сарғайып кетсе, тастамаңыздар. Өйткені олардың тамыры сау, мінекей, қорықпаңыздар. Мен енді осыны қайттан өзінің стаканына қайтадан отырғызып қоямын. Енді маған топырағын ауыстыру керек болып тұр. Эксперимент жасаудан қорықпаңыздар. Жасап көріңіздер. Мені қайтадан өзінің стаканына салып қойдым. Енді жақсы топырақ алып, бәрін ауыстыратын боламын.
Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің видеом ұнаса, комментарий жазып, подписаться етіп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.